Барлықтарыңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Мен өзімнің жоқ болып кеткеніме сіздерден кешірім сұраймын. Бүгін түнгі 11-де видео жазып отырмын. Өйткені жаңалықтарым бар айтатын сіздерге. Неге ютубтан жоқ болып кеттім, неге видеолар шықпай жатыр, сіздер күтіп жатқан жүктілік күнтізбесін жазып жатыр едім. Қателеспесем 10-шы аптаға келіп тоқтадым да, сонымен жоқ болып кеттім. Өйткені оның себептері бар, барлығын қазір айтып өтемін. Өмірімде не болып жатқандарын, өзгерістерін. Өйткені блогер ретінде мен өзімнің аудиторияма не үшін, неге ондай болып жатыр, соны түсіндіру керек деп ойлаймын. Мен ойымша сіздерді сыйлаған үшін. Өйткені көптеген сообщениелер, комментарийлер келіп жатыр. Сіз қайда кеттіңіз, неге видеоны түсірмейсіз, мен мынандай жағдайлар болып жатыр, менде соған байланысты видео түсіріңізші, неше түрлі ауруларға байланысты, немесе бет күтіміне байланысты видеоларыңыз қайда, сол туралы видео түсіріңіздер деп жазсыздар. Сондықтан оның сұрап жатқандарыңызға үлкен рахмет, мен іздеп жатқандарыңызға да рахмет. Бірінші айтайын дегенім, мен осы соңғы 9 айда жүкті болып жүрдім. Жүктілік кезінде, жүктілік күнтізбесі деген өзім 40 аптаға дейін түсіретін нәрсемді түсіріп үлгермедім. 10 аптасына дейін ғана тоқтап қалды. Өйткені бұл кезде мен жаңағы жүкті болдым деп айттым. Сондықтан 10-шы аптасына келген кезде менде 36-шы аптада тоқтадым. Сол кезде мен сіздерге қалай түсіндірсем, бір аналық сезімім оянды ма, немесе қалай айтсам болады, сол жүктіліктің өзіне бір үңіліп кеттім да, жүктіліктің кезінде ештеңе істегім келмеді. Тек сол жүктілікке арналған нәрселер, мысалы балаға заттар, немесе жаңағы перзентханаға дайындалатын заттарымды сол туралы айналысып, қалай болады, барлығын соның бәрін дайындадым. Дайындалдым, іштей де өзім дайындалдым, қалай мысалы жүктілік кезінде қалай жүру керек. Тек сол тақырыпқа ғана өзім үңіліп, өз-өзіммен болғым келді. Ешкімге ашылғым келген жоқ. Жүкті әйелдермен түсінетін шығар. Сол соңғы аптасына қарай сонымен ғана айналысқым келді. Ешқандай видео түсіргім келген жоқ. Неге екенін білмеймін. Сол баланы күтумен болдым. Тек жаңағы перзентханаға дайындаған заттарым, мысалы 36-шы аптада мен барлығын дайындап қойдым. Неге екенін білмеймін. Көбісі айтты, перзентханаға барасыз ғой, ақыры сол заттарды бізге түсіріңізші, не алу керек, қандай заттар керек. Сол тақырыпты мен қалай айтсам болады, түсірмедім. Соған өкінемін қазір. Және де неге түсіргенімді білмеймін. Сол айтып тұрмын ғой сіздерге, бір сол атмосфераға тек қана сол баланы ойладым, тек қана қалай болатым, сол немен жүргім келді. Ешкімге ашылған жоқпын. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын сол видеолар түсірілмегеніне. Перзентханаға негізі список бойынша алынған заттардың барлығы керек болды. Тек кейбір бір нәрсені ұмытып кеттім. Ол қол сүртетін қағаздар. Ол ақ қағаздар бар ғой, қол сүртетін. Сол дәрігерлер мысалы сұрады, сол кезде қолымызды сүртетін қағаздарыңыз бар ма? Әрине, ол перзентхананың өзінде болу керек. Білмеймін, ондай болған жоқ. Менен сұрады. Сол кезде мен тек қана ылғалды влажный салфетки дейді, памперс, жаңағы Johnson's Baby деген сондай ғана айттым, сондай ғана бар деп. Соны ұмытып кеттім. Есімде қалғаны сол, барлығы роддомға алатын заттардың барлығы маған керек болды. Барлығы, қалай айтсам болады, барлығын пайдаландым. Бір пайдаланбаған нәрселер жоқ. Мен өйткені көп нәрсені, артық нәрселер айтып жатады ғой ютубта, қыздар, мынаны алыңыздар, ондай нәрселер маған, ондай артық нәрсе алған жоқпын, тек керек нәрсе алдым. Сол 8 июньде,
осы айдың 8-іне мен ана болдым. 3-ші рет өмірге ұлды әкелдім. Сондықтан сонымен қазір айналысып жатырмын. Сондықтан күндіз видео түсіру мүмкін емес. Білесіздер ғой, жаңадан ана болған соң ол тек қана уақыттың бәрі сонымен кетеді. Және сіздерге мен бір нәрсе көрсетейін деп едім. Жалпы біздің перзентханаларда аналарға не береді, сол туралы заттарды дайындап қойдым. Мынау бергендері мынандай аптечка дейді бұны. Аптечкасылар мынандай сырты мынандай светлая семья дейді. Мен өзімде дұрыс ашып көрген жоқпын, сіздермен бірге ашқым келді бұл аптечканы. Сондықтан ішінде не бар екен қазір көрейік. Ішінде мынандай суды өлшейтін градусник шықты. Бұл өте керек нәрсе. Менде бұндай болмаған. Суды өлшейтін өте керек нәрсе. Бұны алуға ұмытқан едім. Бинт бар екен ішінде. Қараңыздар. Мұнша көп зат нәрсе жоқ. Бинт. Мынандай хлоргексидин бар екен ішінде. Қараңыздар. Және де детский крем. Детский крем беріпті. Біздің мемлекет барлыққа туған әйелдерге әркімдікі әртүрлі болады дейді. Сондықтан қызық болса сіздерге көрсетіп өтейін. Және де мұрын тазалайтын балаларға өте керек нәрсе. Бірақ мұндай менде бар үйде. Өйткені менде бірінші ана болып отқан жоқпын ғой, балаларымда бар. Және де мынау не? Бұл регидрон. 2 пакетик. Құдай сақтасын, әрине ешкімнің іші өтпей қойсын. Регидрон ішетін детский кремді көрсеттім. Және де мынандай градусник. Неге екенін білмеймін, бұл градусник электронный емес, ртутный градусник екен. Негізі ртутный градусникті бүкіл көбінесе дамыған елдерде ртутный градусникті ешкім қолданбайды. Тек электронный, өйткені ішінде ртут бар, бұл сынып қалса өте зиян нәрсе өзінен бөледі. Және де мынандай сабын салыпты, Шик деген. Ең арзан сабындар салады ғой бұндай нәрселерге. Және де мақтаның білесіздер ма? 1, 2, 3, 4 салыпты. Сондай сол заттар ғана мен ойымша керекті заттар, бірақ мұның ішіне тағы да нәрселер салуға болатын еді. Мен есімде бірінші баламмен жүкті болған кезде, туған кезде әкелгендері бұның ішіндегі зеленка, йод, присыпка болатын. Қазір ондай нәрселер көріп тұрған жоқпын. Және де астында не бар? Қазақстан ұлттық екпе календарі. Бұны интернеттен алуға болады. Бұл екпе календарін салыпты, сонымен бітті. Және де қазір перзентханаларда Памперс пен Хаггис деген фирмалардың реклама ретінде ма, білмеймін неге екенін. Сіздерде ондай бар ма, жоқ па білмеймін. Бірақ бізде подаркалар жүретін болыпты, сол Хаггистен және де Памперстен. Сіздерге қызық болса мен көрсетейін. Қазір олардан да подарка берді. Жатқан кезде, перзентханада жатқан кезде. Мынандай Хаггистен мынандай нелер берген. Ішінде 4 несі бар. Қалай айтсам болады, подгузник дейді ғой, балаларға арналған. Соларды берді. Және де тағы да дәл сондай Хаггистен. Және де Хаггистен андай не берді. Өлшейтін бұл күшті балалардың бөлмесіне іліп қоюға. Бойын қанша өсіп жатыр, соны біліп жүруге өте күшті нәрсе. Және де Хаггистен тағы сәбилер туралы кітаптар, неше түрлі. Оны енді бірінші ана болып жатқандар оқитын шығар, маған керек емес нәрсе. Және де Памперстен мындай не шықты. Памперстен осындай не береді. Ішін ашсақ, дәл сол подгузніктер, және де Хаггиске қарағанда айырмашылығы мындай влажный салфетки бар. Ішінде 12 штук бар.
сол памперстің подаркілері, хаггистің подаркілері бітті. Және де памперстің ішінде тағы не жүр? Болды, солар несілер, рекламный нелері ғой. Және де мынандай не берді. Бұл тағы да бір осындай қағаз берді. Сіздерде беріле ма білмеймін. Бұл Алматы қаласында берген. Перинатальный центрде. Мен өйткені перинатальный центрде тудым. Бұл бепантен. Екі бепантен қатты керек болады, бірақ маған керек болған жоқ. Бірақ әйелдерде енді туған кезде, жүктілік кезінде дайындап қойыңыздар. Перзентханаға барған кезде мынаны дайындап қойыңыздар. Өйткені бірінші туатын әйелдерде көбінесе балаға емес, сіздің омырауларыңыздың трещина, неше түрлі ауырмаш үшін соны жақып қоясыздар. Және де мынау не беріпті? Тағы балаға арналған шампунь ба немесе душқа арналған гель ма? Басқа тілде жазылып тұр. Кішкентай балаларға арналған дейді. Жуындырған кезде салатын. Менде негізі бар, мұны қолданбайтын шығармын. Мен ушастымен оған сенем. Балалардың сумен жуындырған. Мынау Меделланың омырауға арналған сүт ақ кетпес үшін 4 штук дейді. Рекламный нелер ғой, брошюркалары. Және де тағы не бар? Кішкентай нәрсенің ішінен шығып жатыр. Меделла дейді. Қыздар, мынау не түсінбедім. Қарау керек ішін ашып. Және де уход за ребенком дейді. Осындай кітапшалар. Сол теріге арналған неше түрлі рекламный брошюркалар. Болды, сол біздің мемлекеттің берген елдерге жалпы бірінші мезгілде балаларға қарайтын жаңағы памперстері, жаңағы бепантен, жаңағы аптечкалары осы. Жалпы перзентханаға сіз дайын болмай барсаңыздар, немесе ерте туып қалсаңыздар, дайындалуға уақыттарың жоқ болса, мына нәрселердің бәрі көмек болады сіздерге деп ойлаймын. Сол қызық болды деп ойлаймын. Және де қыздар, сіздерден сұрайтын бір нәрсем бар. Холодильник жұмыс істеп кеткен, қатты дауыс шығып кетті деп ойлаймын. Жалпы сіздерден сұрайтын нәрсем, қыздар, сіздерге жалпы жүктіліктен кейін, босанудан кейін өзіме қалпына қалай келемін, сол туралы видеоды керек па сіздерге? Жалпы ішті қалай кетіру керек? Іштегі стриялар бар ғой, жүктіліктен кейін болатын жалпы жыртылатын нәрселер, соны қалпына қалай келтіру керек? Жалпы өзім весіме қалай келіп жатыр? Мен жалпы жүктілік бойынша 14 келі жиналдым, 14-13 келі жинадым. Осы жолы мен өте аз жинадым. Соған қатты қуанып тұрмын, өйткені мен жаңағы баланың салмағы бар, су бар, соның бәрі кеткенде тек қана мен өзіме келуге 5-6 келі ғана қазір өзім весімнен, өзім салмағымнан жоғары жинап тұрмын. Сондықтан соған да қуанып жатырмын. Тек қана 5-6 килограмм ғана өзім орныма келсем жақсы болады. Соның 5-6 килограмм өзі де көп қой. Сондықтан қалай өзіме келіп жатырмын, сол видеолар керек па? Және де 40-на дейін әйел деген қалай өзіне қарау керек, қандай нәрселерге мән беру керек, жалпы жыныстық қатынастарға қашаннан кейін түсу керек күйеуіңізбен. Оның бәрі негізі көбісі білетін адамдар бар, білмейтін қыздар бар. Сол туралы видеолар керек па? Және ішті байлағанда қалай байлау керек, қандай материалмен байлау керек. Сондай көп информацияларым бар. Егер сіздерге керек болса, лайк қойыңыздар, комментарийға гүлім керек емес деген ұсыныстарыңыз болса жаза беріңіздер. Сондықтан сіздерден мен жауап күтемін, қыздар. Сол сіздерге үлкен рахмет. Жалпы бұл жүктілігімде өзім айтып отырмын ғой, ешкіммен сөйлескім келген жоқ. 36 аптадан кейін өз-өзіммен жабылып қалдым. Жалпы ешкіммен сөйлескен жоқпын. Сондықтан сіздерге жаңалықта айтып отырмын. Сондай жалпы видеолар болады. Жаңағы жүктілік күнтізбесін жалғастырамын.
жаңада тағы да арықтау туралы, өзімізге келу туралы видеолар керек болса, ол да видеолар шығады. Жалпы сіздермен осылай мен жаңалықтарыммен бөлісіп, жаңағы роддомнан не берді, соны бөлісіп, сіздермен бір сөйлескім келді. Үйде отырып, балаларды ұйықтатып, бәрімен түнде осылай видеоны, камераны қосып, сіздермен сөйлесіп отырмын. Және де қыздар, мен бірінші жүктілігім, екінші жүктілігім, үшінші жүктілігім, жүктіліктің өзі емес, жалпы баланы туу туралы видео керек па сіздерге? Өйткені мені үшеуі үш түрлі болды. Біреуінде мен дайын емес болдым жалпы тууға, оны айту керек шындықты. Екіншісі де басқаша өтті, үшіншісі де басқаша өтті. Өйткені мен үшеуіне үш түрлі дайындалдым. Сол ақыл кеңестерім, қалай оңайлырақ тууға болады, қалай тууға жалпы матканы дайындау керек. Мен ойымша матканы дайындауға болады, оңай тууға, тез тууға. Сол туралы видеолар керек па? Маған айтыңыздар, лайк қойыңыздар осы видео үшін. Жалпы осындай үйде отырып, қалай айтсам болады, тыныш әңгімелесетін видеоларда керек па, қандай тақырыптарға керек, бәрін жазыңыздар. Бәрін сіздерден күтем, сіздерді өте жақсы көрем. Жалпы барлығына рахмет, мені күтіп атқандарыңызға. Сол сізден, жалпы мен қазір сөйлесіп отқан кезде, мен аудиториям 50 мыңға жетіп қалды. 50 мың адамды көріп отыр дегендей әсерде отырмын. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет, мен каналыма жазылып атқандарыңызға, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Қыздар, ана болуға күтіп жүрген, бола алмай жүрген қыздарға асықпаңыздар, барлығы уақытымен болады деп айтқым келеді. Барлығы жақсы болады. Тек қана сеніңіздер, Алладан сұраңыздар. Сол, пока, сау болыңыздар.